Шағын ғана бір ауылда орта жастағы бір ағай дүкен ашып сауда жасамақ болады. Сөйтіп алға қойған жоспарын бастап та жібереді. Ол ақ көңіл, жайдарлы болғандықтан ауылдың адамдарының бәрі оны жақсы көретін. Оның дүкеніне барып сауда жасайтын. Ауылдың тұрғындары, тамыр-таныстарын да сол адамнан сауда жасауға кеңес беретін. Шаруасын кішігірім дүкеннен бастаған адам бір жылдың ішінде Американың түкпір-түкпірінен сондай шағын дүкендер ашып тастайды. Бір күні ауыр науқастанып бұл дүниеден өтерін сезген адам артында қалған үш ұлын қасына шақырып: үшеуіңнің біреуің барлық дүкендердің иесі болады, мирасымды соған қалдырамын. Менің арттағы дүние-мүлкіме қайсың лайықты екенін білу үшін үшеуіңе де $1 доллардан беремін. Осы долларға бір нәрселер алыңдар. Кешкісін келгенде алған нәрселерің менің осы бөлмемді толығымен толтыруы керек. Шартым осы, дейді. Ұлдары үлкен компанияны басқару мүмкіндігінен айырылып қалуды ойлап, не істерлерін білмей қатты абыржиды. Қалаға барып үшеуі де долларын жаратады. Кешкісін әкелерінің қасына келген кезде үлкен баласы: «Досымның шаруашылығына барып 2 қап сабан сатып алдым», деді де қаптарды ашып сабанды әр тарапқа шаша бастады. Алайда көп ұзамай сабандар еденге түсіп бөлмені толтыра алмады. Екінші баласы: «Дүкенге барып 2 жастық алдым», деді де жастықтарды сөгіп ішіндегі жүнін бөлменің ішіне шашып тастады. Бірақ жүн де көп ұзамай жерге түсіп бөлмені толтыра алмады. Үшінші ұлы: «Долларды ұсақтап 20 центін мешітке бердім, 20 центін қайырымдылық қорға бердім, 20 центін де садаға ретінде тараттым. Қалған 10 центке 2 нәрсе алдым», деді де қалтасынан сіріңкемен шырақты шығарды. Бөлменің жарығын сөндіріп шырақты жақты. Сабан мен жүнге толмаған бөлме аз уақыттың ішінде шырақтың нұрына бөленді. Әкесі баласына риза болып: «Мирасымды саған қалдырамын, өйткені өмір сүрудің ең жақсы жолы айналаңа жарық тарату», деді.